Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі практикалық сабағымыздың тақырыбы жаңартылған білім беру мазмұнындағы критериалды бағалау. Яғни өздеріңіз білесіздер, бұрынғы дәстүрлі формадағы бағалау формасының барлығы қазір жоқ. Қазір біз енді критериалды бағалау жүйесіне өткенбіз. Алдыңғы тақырыптарда да біз бірнеше рет бұл мәселені айтып өткен болатынбыз. Сол себептен де осы критериалды бағалауды сіздермен бүгін біз талдауымыз қажет. Жаңа бағалау жүйесі бұл білім алушыда өз әрекетін бақылау мен бағалау, туындаған қиындықтардың себептерін анықтау мен қалпына келтіру қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқыту процесі білім алушылардың бойында функционалдық сауаттылықты және кең ауқымды дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Бұл оқыту процесінде оқу процесін дәстүрлі ұйымдастырудан алшақтап, білім берудің 6 саласы бойынша айқындалып күтілетін нәтижелерге негізделеді және білім алушылар біледі, түсінеді, қолданады, талдайды, жинақтайды, бағалайды. Яғни іс-әрекеттік аспектіні болжайтынын ескеру маңызды. Осы мақсаттарды күтілетін нәтижелер түрінде ұсынуымызға болады. Әрбір бөлімшелерге дәйекті түрде енгізілген оқыту мақсаттары мұғалімдерге өз жұмысын жоспарлауға және білім алушылардың жетістіктерін бағалауға мүмкіндік береді. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау оқу мақсаттарымен жоспарланған, қол жеткізген нәтижелерді дәрежесіне сай, алдын ала белгіленген нақты критерийлерге сәйкес жүзеге асырылады. Осыған байланысты білім алушының жеке тұлғасы емес, оның жұмысы ғана бағаланады. Білім алушының жұмысы басқа білім алушылардың жұмыстарымен емес, оларға алдын ала белгісі, яғни өте жақсы орындалған жұмыс түрінде эталонмен салыстырылады. Не нәрсеге үйретеді, соны ғана бағалауға болады. Сондықтан бағалау критерийі оқу мақсаттарының нақты көрсетілуі. Мұғалімге критериалды бағалауды оқу процесін барынша тиімді ұйымдастыруға болатындай етіп пайдалану, білім алушыларға дер кезінде қолдау көрсету және олардың оқудағы алға жылжуын қамтамасыз ету, мүдделі тараптарға оқу нәтижелері туралы ақпаратты беріп отыру ұсынылады. Мұндай бағалау жүйесі алдымен білім алушыларды табысты оқуға ынталандырады, білімдегі олқылықтарын анықтауға және олардың өсуін көрнекі түрде көрсетіп отыруға бағытталған. Критериалды бағалау жүйесі қалыптастырушы бағалау мен ішкі жиынтық бағалаудан тұрады. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жаңа жүйесін педагогтар мен ата-аналар әртүрлі қабылдады. Сол себепті өте көптеген сұрақтар туындады. Білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі оқыту мен бағалаудың біртұтастығына негізделеді. Білім алушылардың ілгерілеушілігі мен үлгерімін қамтамасыз етуде біртұтас тәсілді қалыптастыруға бағытталады. Оқу бағдарламаларына сәйкес дағдыларды дамыту мен білім алуға дәлелдемелер жинақтау оқыту мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Әрбір сынып үшін пән бойынша оқу бағдарламасының мазмұны негізінде бағалау түрлері мен әдіс тәсілдерінің алуан түрлерін қамтиды. Критериалды бағалау жүйесі оқыту, оқу мен бағалаудың өзара байланысына негізделгенін есте сақтау маңызды. Критериалды бағалаудың нәтижелері білім беру процесін тиімді жоспарлау мен ұйымдастыру үшін пайдаланылады. Критериалды бағалау білім алушылардың дағдыларының даму дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді. Әрбір сабақ оқыту мақсаттарымен оларға жету критерийлерін айту көрсетуден басталуы керек. Білім алушы қойылған оқу мақсатын түсінуі, ұғынуы және оған қалай қол жеткізуге болатынын білуі тиіс. Критериалды бағалау технологиясын пайдалану қандай да бір практикалық дағдының қалыптастырылған, оқу материалының қаншалықты табысты меңгерілгенін анықтауға мүмкіндік беретіні, яғни анық айқындалған. Алдын ала белгілі критерийлермен білім алушылардың жетістіктерін салыстыру. Осыған сәйкес, әрбір білім алушының жалпы дайындық деңгейінің өзгерістері сияқты, оның алдыңғы жетістіктерін салыстырғандағы табыстарының динамикасында тіркеуге мүмкіндік бар. Яғни бұл жерде, құрметті студенттер, критериалды бағалауда жалпы жаңа сабақ беріледі, және де бұл жерде мұғалімдер бірнеше критерийлер, сол тақырыпқа байланысты бірнеше критерийлер арқылы осы оқушылардың білімдерін бағалауға тырысады екен. Яғни мұғалімге критериалды бағалауды оқу процесін неғұрлым тиімді ұйымдастыру, білім алушыларға уақытылы қолдау көрсету және олардың оқудағы жетістіктерін қамтамасыз ету, мүдделі тараптарға оқытудың нәтижелері туралы ақпарат ұсыну үшін қолдану ұсынылады. Бағалаудың мұндай жүйесі біріншіден балаларды табысты оқуға ынталандыруға, біліміндегі олқылықтарды анықтауға және олардың өсуін көрнекті түрде көрсетуге бағытталған. Критериалды бағалау жүйесінің үлкен артықшылығы білім алушыға түсетін күйзеліс жүктемесінің төмендеуі болып табылады. Бірлескен ынтымақтастықта өзіндік, жұптық, топтық жұмыс дағдыларын иелену процесі белгісінен маңызды әлеуметтік құзыреттілікті дамытуға өзгереді. Критериалды бағалау білім алушылардың оқуға деген қызығушылығының дамыту, оқытудың ізгілікті, достық ортасын құру, оқу процесінде білім алушыларды қолдау, білім алушылардың оқуға деген ынтасын одан ары нығайту, зерттеу, шығармашылық іс-әрекеттерге қатысу үшін пайдаланылады.
бағалаудың жаңа жүйесі мұғалімнің ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізуді және ата-аналармен тығыз байланыс орнатуды талап етеді. Білім алушылардың ата-аналарына бағалаудың жаңа жүйесінің мақсаты мен негізгі принциптері түсіндіріледі. Ата-аналар үшін практикалық тренинг немесе шеберлік сыныптары өткізіледі. Мұғалім, ата-аналар жиналсын, критерийлер, алдын ала белгілі тапсырмалар тарату, дескрипторларды талқылау және ата-аналармен топтық немесе жұптық жұмыс жүргізу арқылы сабақ түрінде өткізуіне болады. Сабақта ата-аналарға да, олардың балаларына да берілген сияқты өзін-өзі бағалауға, өзара бағалауға, нәтижелерді талқылауға мүмкіндік беріледі. Мұндай жағдайда ата-аналар жаңартылған оқу бағдарламалары бойынша оқу процесімен танысады, бағалау механизмдерін түсінеді, өз балаларының жетістіктерімен бөліседі, жаңартылған бағдарлама туралы практикаға бағытталған нақты ақпарат алады. Бұл тәжірибе жаңа білім стандартын ата-аналардың түсінуі мен қанағаттануын қамтамасыз етудің үлгісі болып табылады. Ата-аналарға бағалаудың жаңа жүйесі білім алушылар үшін қолайлы білім ортасын құруға ықпал ететінін түсіндірудің маңызы зор. Мұғалім бағалауды өткізу кезінде тек мұғалімдерге ғана емес, сонымен қатар ата-аналар мен білім алушыларға да көмек ретінде әзірленген кешенді әдістемелік материалдарды міндетті түрде пайдалану керек. Яғни бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларына сәйкес 2017-18 оқу жылдарында алушылардың дайындық деңгейі әрбір білім беру саласы бойынша жобаланған оқытудың күтілетін нәтижелері арқылы анықталады. Яғни мынау кесте бойынша ойлау дағдыларының барлық деңгейлері бойынша күтілетін нәтижелерді анықтауға арналған жетістіктерді қолдану үлгілері берілген. Яғни білу, нақты фактілерді, ақпараттарды және олардың сипаттамасын білу және көрсету болып табылады. Түсіну, бұл ақпаратты дұрыс көрсету, болжау немесе түсіндіру арқылы ұғынуды көрсету. Қолдану, ақпаратты немесе бұрын алынған білімнің жаңа немесе таныс емес мән мәтінінде немесе жағдайларында қолдану. Талдау, ақпараттық материалдарды құрылымдық бөліктерге бөлу қабілетін көрсету, дәлелін немесе себебін анықтау арқылы түрлі қорытынды алу үшін ақпаратты зерделеу, жалпы ережелерді негіздеу үшін ой қорытындысын немесе дәлелдер табу. Жинақтау, яғни бұрын алынған білімдердің түрлі бөліктерін жаңа мән мәтінде қайта қарау қабілетін көрсету. Және де бағалау, белгіленген критерийлер бойынша идеялардың немесе фактілердің маңыздылығы туралы пікір қалыптастыру болып табылады. Құрметті студенттер, мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, критериалды бағалау жүйесі, Блум таксономиясындағы категориялар бұл жерде 100% қолданылады және осы категорияларды қолдана отырып, әр пәнге байланысты бірнеше критерийлер құрастырылады. Мұғалімдер бұл жерде осы критерийлерді алдын ала анықтайды, сол тақырыпқа байланысты және де өздеріңіз көріп отырғандай, оқушыларды бағалау кезінде бұл жерде міндетті түрде ата-аналарға да, яғни электронды форматта қазіргі кезде бағалау жүйесі қойылады ғой, мінекей ата-аналарға да осы электронды формат әрқашанда ұсынылып отырады және талқылау бірге жүргізіледі. Яғни талқылаған кезде бұл жерде бірнеше категорияларды бірлесе отырып, қай категория бойынша жоғары деңгейде иемденеді, қай категория бойынша төменгі деңгейде иемденеді, мінекей осының барлығын талқылап отырады екен. Яғни білім алушылардың дайындық деңгейі әрбір білім беру саласы бойынша жобаланған оқытудың күтілетін нәтижелері арқылы анықталады. Яғни осы кестеде барлық деңгейлер бойынша күтілетін нәтижелерді анықтауға арналған етістіктерді қолданып отырмыз. Құрметті студенттер, мінекей осы критериалды бағалауды енді ары қарай өзіміз жаңағы жақсы түсіну үшін сіздерге енді мынау электронды форматтағы күнделіктерді көруді бірге отырып қазір көріп талқылауымыз қажет. Және де жалпы тақырыптарға байланысты бағалау критерийлері қалай құрастырылады, мінекей осы бағытта ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз.